Қайырлы таң. Бүгінгі сумен тәжірибе жүргізудегі мақсатымыз су туралы балаларға көптеген мағлұматтар беру, тәжірибе жасау арқылы судың түрлі қасиеттерімен таныстыру. Мен сендерге бір жұмбақ жасап боламын, соны ойланып, шешімін табуға дайындалып отырыңдар. Дәмі де жоқ, түсі жоқ, пайдаланбас кісі жоқ. Ол не? Дұрыс айтасыңдар балалар. Тыңдайықшы. Ненің дұрыс екен? Судың дұрыс екен, балалар. Біз тіршілікте суды не үшін қолданамыз? Ішу үшін. Жуу үшін. Жуу үшін екен. Кір жуу үшін, тамақ істеу үшін. Bir sözбен айтқанда, сусыз ешқандай тіршілік жоқ екен, солай ма? Жер бетінде су өте көп. Су көк түспен белгіленген. Көк түс судың түсі, өзен, көлдердің түсі. Ендеше тәжірибемізді бастаймыз. Балалар, қараңдаршы, судың пішіні бар ма? Жоқ. Суды қандай ыдысқа құйса, су сол пішінді беріп тұрады екен. Балалар, судың дәмінде болмайды екен. Бірақ судың еріткіш қасиеті бар екен. Суға қандай да бір еритін заттарды салсақ, міндетті түрде ол соның дәмін беріп тұрады екен. Балаларға қандай ұнтақ сеуіп жатқаны туралы айтпай, біразына қант, ал қалғандарына тұз қосып араластырдық. Нәтижесінде суымыздың дәмінің өзгергендігін байқады. Ал енді балалар, қараңдар, мынау не? Бұл балалар қар екен, қарда суды бір. Енді қараңдар балалар, осы қарды салып көрейікші. Ерейді. Бер жақында көрейікші. Олдарын келсана, ортадағыдан алып салыңдар сендер. Бірге қар жақын тұр, тоқта, алып берем өзі. Қолдарына ұстап бүйтіп, біраз тұрыңдар. Қолдарына ұстап тұрыңдар. Не болып жатыр? Не байқап жатсыңдар? Еріп жатыр, енді қараңдар. Қолдарымызда уже су пайда болып еріп жатыр екен. Демек, бұл бәрі еріп кеткен кезде бұл қасық салса көрініп тұр ма? Көрініп тұр, арғы бетті көрінеді. Демек, бұл мөлдір екен. Ал енді балалар, қазір қараңдар. Мынау не? Ал мынау? Су, енді қараңдар. Мына суға салған стакандағы қасығымыз анық көрініп тұр, Ал енді балалар, сүтке салайыншы, көріне ма? Көрінбейді. Демек, біздің суымыз түсі де жоқ екен, Су мөлдір. Егер де бояу қосып жіберсек, оның түсі өзгереді. Оны да тәжірибе арқылы дәлелдейік. Ендеше алдарыңдағы стаканға өздерің қалаған түстеріңді қосып араластырып көріңдер. Судың еріткіш қасиеті бар екен, осыдан анықтауға болады. Мінекей біздің суларымыз түрлі түске боялып, тәжірибеміздің іске асқанын көріп, балаларымыз қатты қуанып қалды. Ал балалар, сендер қалай ойлайсыңдар? Судың салмағы болады ма, жоқ па? Оны да дәлелдеп көрейік. Суға түрлі салмақтағы заттарды салып, судың салмағын байқаймыз. Мінекей жеңіл допты салдық. Судың салмағы ауыр, доп жеңіл болғандықтан доптарымыз судың бетіне қалқып шықты. Пластилин және кішкентай ғана шегелерді салған едік, оларымыз судың түбіне батып кетті. Балаларға шар өрлетіп көрдік. Және оны аспанға ұшырсақ, ол өте жеңіл. Ал ішіне су толтырылған шарды ұшырсақ, ол ауыр екендігін дәлелдеді. Демек, бұл судың салмағы бар деген сөз. Сылды суға бетіңді жу. Жуынсаң сен әрдайым. Таза бетің маңдайың. Балалар, келесі кезекті сиқырға берейік. Менің сиқырлы сандықшама су толтырылған 5 стакан саламыз.
және өзіміздің сиқырлы сөзімізді барлығымыз бірге айтып көрейік. Нәтижесінде біздің салған суларымыздың барлығы мұзға айналыпты. Бұл қалай болғаны балалар? Суымыз мұзға қандай жағдайда айналады? Балалар, су төмен температурада, яғни тоңазытқышта мұзға айналады екен. Ал мұзды жылы жерге қойсақ, ол еріп қайтадан суға айналады. Ал суды шайнекке құйып қайнатсақ, қақпағынан бу шығады. Балалар, бүгін біз сендермен су туралы көптеген мәліметтер алдық. Яғни судың иісі жоқ, пішіні жоқ, дәмі жоқ, түсі жоқ. Ал бірақ ол өте еріткіш зат екен, және оның салмағы бар екен. Балалар, бүгінгі оқу тәжірибемізді қорытындылай келе, сендермен тағы да сиқыр жасағым кеп отыр. Алдарыңда тұрған шыны банкілерге кәдімгі мөлдір суды құямыз, және өзіміздің сиқырлы сөзімізді барлығымыз бірге қайталай отырып, банкімізді шайқаймыз. Өздеріңіз байқағандай, банкідегі суларымыз түрлі түске боялып жатыр. Бұл түстер бүгінгі біздің тәжірибелік сабағымыздан алған біздің көңіл күйімізді білдіреді дегім келеді. Көк түсімізге қарап, аспанымыз әрқашан ашық болсын дегім келеді. Ал сары түс сол көк аспанда жарқырап, ортасынан нұрын шашып тұрған біздің күніміз екен. Ал жасыл түс пен қызыл түске келер болсақ, жеріміз қашанда жап-жасыл боп жайқалып, үстінде қызыл гүлдеріміз құлпыра берсін демекшімін. Көріскенше күн нұрлы болсын балақайлар.